Тұрғындар Мақтаарал ауданының әкімі Бақыт Насыров мырзаны қалай бағалайды? Қазірше жаман емес енді, айнып кетпесе. Қазір жақсы. Аудан әкімі танисыз ба? Жоқ, танымаймын. Әкімді танисыз ба, аудан әкімін? Танығанды сыртынан былай. Қалай жұмыс істеп жатыр кісі? Негізі кигелі жақсы ғой. Светтер қойылып жатыр, арка істеліп жатыр. Бұрынғы әкімдерден қайда жақсы. Жақсы шүкір. Аудан әкімін танымайсыз ба? Жоқ, танымаймын. Танымайсыз ба? Әкімді танисыз ба, аудан әкімін? Бақыт Асанов деген кісі ғой. Аудан әкімі. Қалай ол кісі? Ол кісіні көрген жоқпын мен. Танымайсыз ба? Танымаймын. Бұл жерде әкімдік орналасқан. Қазір халқы жұмысына риза болып отырған әкіммен кездесуге келдім. Қай жақта командировкада? Ол жағын мен білмеймін. Әкімдікке келдік. Ол кісі әкім Бақыт Асанов орнында емес екен. Оны күзетшіден сұрап білдік. Бірақ кіргізбеді. Өзі ішке өтіп, баспасөз қызметшісін шақырып келді. Без содержания ашып кеткен. Қайда шығып кетті? Без содержания ашып кеткен деп түсірмей. Без содержания? Жоқ, Неге? түсірмей қойыңдар, түсіретін болсаңдар қойыңдар. Сіз кімсіз? Мен жауап бермеймін. Сіз кімсіз? Жоқ, түсірмей қойыңдар. Сіз кімсіз? Мен жауап бермеймін. Сіз меймін, сіз деп сөйлесу керексіз. Давайыңыз не? Бұл кісі кім? Хабар жұмасы. Жаңа шыққан кісі кім? Пресс-службаның өкілі, е? Құрметті Бақыт Насырханұлы Асанов мырза, меніңше сіз өзіңіздің әкімдіктегі қызметкерлеріңізге мемлекеттік қызметші өзін қалай ұстау керегін үйреткеніңіз дұрыс сияқты. Орынбасары Төребеков Бейсенбай, Сәкен Сұлтанханов, Алтын Ешанқұлов, Бауыржан Мүсірепов және Нұрбол Саттаров аудан әкімінің аппарат басшысы. Бұл жерде әкімнен бөлек 5 бірдей лауазымды тұлға бар, бірақ олардың бірде-біреуі әлі шыққан жоқ. Біз Хабар жұматы арнасынан әкім деген бағдарламаны білетін шығарсыздар. Осы жолы сіздердің Мақтаарал аудандарыңызды толық түсіріп келдік. Бізге енді әкімге сұрағымыз бар, бірақ әкіміңіз демалыста жүр. Шүкір бе. Сізге сұрақ, ашық әкімдіктеріңіз сіздердің бір жабық мекеме ма? Неге кіру мүмкін емес? Қалай? Күніміз күндей президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты ғой. Әкімдіктер ашық болу керек деп. Сіздердің әкімдіктеріңізден адам түгіл шыбын ұшып өту мүмкін емес, неге? Мүмкін емес, бәрі кіруге болады. Сіздердің ертерек айтып, пәлер уақытта келеміз деп не қылмадыңыздар? Пресс-служба келді. Пресс-служба давайте деп естіп кетіп қалды. Сіз қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз оның бұл қылығын? Мен білмеймін, көрген жоқпын. Давай көрмей, өзі көрмей. Мен көрдім, мен сізге айтып тұрмын. Сіздер келген. Маған камера керек жоқ. Бізге камера керек. Біз бағдарламаның ерекшелігі осы. Біздің бағдарламаның ерекшелігі осында. Біз алдын ала ескертпейміз. Ауданның тыныс тіршілігін барлығын түгел түсіреміз. Не жасалып жатыр, не жасалмай жатыр. Халық әкімді біле ма, тани ма? Халық бәрі біледі. Әкімге ырза. Істеп жатқан жұмыстарын көрдіңіздер. Мырзакет 1 жыл бұрын қандай, қазір қандай. Сіз әкімнің мінезін халықта біліңізші. Мәселе әкім туралы емес. Әкіммен сіз сұхбаттасуға келіп отырмын дейсіз. Әкімнің жағдайы тыныш. Мен әкім туралы оның барлығын білдім ғой, сұрастырдым ғой. Ал менің қазір әкімге сұрағым бар деп әкімдікке кірген бетте менде мәселе пайда болды. Өздеріңіз білесіздер, болды. Енді айттым ғой, мен қазір бүгінгі қабылдайтын сіздер ешкім орын жоқ. Мен кеңесші сіздерге айттым. Бұл мамандарды үйде анасы жоқта қорқып есікті ашпай қоятын бала-шағаға ұқсаттық. Баспасөз хатшысы да әкім. Тұрғындар Мақтаарал ауданының әкімі Бақыт Насыров мырзаны қалай бағалайды? Қазірше жаман емес енді, айнып кетпесе. Қазір жақсы. Аудан әкімі танисыз ба? Жоқ, танымаймын. Әкімді танисыз ба, аудан әкімін? Танығанды сыртынан былай. Қалай жұмыс істеп жатыр кісі? Негізі кигелі жақсы ғой. Светтер қойылып жатыр, арка істеліп жатыр. Бұрынғы әкімдерден қайда жақсы. Жақсы шүкір. Аудан әкімі танымайсыз ба? Жоқ, танымаймын. Танымайсыз ба? Әкімді танисыз ба, аудан әкімін? Бақыт Асанов деген кісі ғой. Аудан әкімі. Қалай ол кісі? Ол кісіні көрген жоқпын мен. Танымайсыз ба? Танымаймын. Бұл жерде
әкімдік орналасқан. Қазір халқы жұмысына риза болып отырған әкіммен кездесуге келдім. Қай жақта командировкада? Ол жағын мен білмеймін. Әкімдікке келдік. Ол кісі әкім Бақыт Асанов орнында емес екен. Оны күзетшіден сұрап білдік. Бірақ кіргізбеді. Өзі ішке өтіп, баспасөз қызметшісін шақырып келді. Без содержания ашып кеткен. Қайда шығып кетті? Без содержания ашып кеткен деп түсірмей. Без содержания? Жоқ, Неге? түсірмей қойыңдар, түсіретін болсаңдар қойыңдар. Сіз кімсіз? Мен жауап бермеймін. Сіз кімсіз? Жоқ, түсірмей қойыңдар. Сіз кімсіз? Мен жауап бермеймін. Сіз мейміз, сіз деп сөйлесу керексіз. Давайыңыз не? Бұл кісі кім? Хабар жұмыс. Жаңа шыққан кісі кім? Пресс-службаның өкілі, е? Құрметті Бақыт Насырханұлы Асанов мырза, меніңше сіз өзіңіздің әкімдіктегі қызметкерлеріңізге мемлекеттік қызметші өзін қалай ұстау керегін үйреткеніңіз дұрыс сияқты. Орынбасары Төребеков Бейсенбай, Сәкен Сұлтанханов, Алтын Ешанқұлов, Бауыржан Мүсірепов және Нұрбол Саттаров аудан әкімінің аппарат басшысы. Бұл жерде әкімнен бөлек 5 бірдей лауазымды тұлға бар, бірақ олардың бірде-біреуі әлі шыққан жоқ. Біз Хабар жұмат арнасынан әкім деген бағдарламаны білетін шығарсыздар. Осы жолы сіздердің Мақтаарал аудандарыңызды толық түсіріп келдік. Бізге енді әкімге сұрағымыз бар, бірақ әкіміңіз демалыста жүр. Шүкір бе. Сізге сұрақ, ашық әкімдіктеріңіз сіздердің бір жабық мекеме ма? Неге кіру мүмкін емес? Қалай? Күнімізгіндей, президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты ғой, әкімдіктер ашық болу керек деп. Сіздердің әкімдіктеріңізден адам түгіл шыбын ұшып өту мүмкін емес, неге? Мүмкін емес, бәрі кіруге болады. Сіздердің ертерек айтып, пәлер вақты келеміз деп неғымаздыр. Пресс-служба келді. Пресс-служба, давайте деп естіп кетіп қалды. Сіз қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз оның бұл қылығы? Мен білмеймін, көрген жоқпын. Давай, көрмей, өзі көрмей. Мен көрдім, мен сізге айтып тұрмын. Сіздер келген, маған камера керек жоқ. Бізге камера керек, біз бағдарламаның ерекшелігі осы. Біздің бағдарламаның ерекшелігі осында. Біз алдын ала ескертпейміз. Ауданның тыныс тіршілігін барлығын түгел түсіреміз. Не жасалып жатыр, не жасалмай жатыр. Халық әкімді біле ма, тани ма? Халық бәрі біледі. Әкімге ырза. Істеп жатқан жұмыстарын көрдіңіздер. Мырзакет 1 жыл бұрын қандай, қазір қандай. Сіз әкімнің мінезін халықта біліңізші. Мәселе әкім туралы емес. Әкіммен сіз сұхбаттасуға келіп отырмын дейсіз. Әкімнің жағдайы Тыныш. Мен әкім туралы оның барлығын білдім ғой, сұрастырдым ғой. Ал менің қазір әкімге сұрағым бар деп әкімдікке кірген бетте менде мәселе пайда болды. Өздеріңіз білесіздер, болды. Енді айттым ғой, мен қазір бүгінгі қабылдайтын сіздер ешкім орным жоқ. Мен кеңесші сіздерге айттым. Бұл мамандарды үйде анасы жоқта қорқып есікті ашпай қоятын бала-шағаға ұқсаттық. Баспасөз хатшысы да, әкімнің кеңесшісі де. Біздің қоятын сұрағымызға жауап бере алмайтын ұққан соң, аты ашық болғанмен заты жабық ғимаратты дереу босаттық. Әкімдікте Бақыт Асанов мырзаның қол астындағы қызметкерлері бізді осылай қарсы алды. Біз Мақтааралға айналып келеміз. Бақыт Насырханұлымен әлі де жүздесеміз. Халқы мақтап жатқан әкімнің қол астындағы қызметкерлерінің мұндай қылығы әрине өкінішті.